Бүгін сіздермен өте оңай әрі дәмді болып шығатын кекстердің рецептісімен бөлісемін. Балаларға өте қатты ұнайды. Ең алдымен бізге кекстер үшін 3 жұмыртқа, 100 грамм қант, 100 грамм жылы сүт, ерітілген сары май, разрыхлитель және ұн қажет. Алдымен сары майымызды микроволновкада ерітіп аламыз. Немесе бөлме температурасына еріп тұрған май болса да болады. Оған 3 жұмыртқаны қосып, және де қант ұнтағын қосып миксерлейміз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Қантымыз ергенше миксерлейміз. Немесе қарапайым венчиктің көмегімен жасауға да болады. Одан кейін бізде сүтімізді микроволновкада жылытып аламыз. Сүтіміз жылып жатқанша ұнымызға разрыхлительді қосып, 10 грамм разрыхлитель өлшеп, қосып ұнға қосамыз. Жылы сүтімізбен ұнымызды кезекпе-кезек қосып, миксерлеп аламыз, жақсылап араластырып аламыз. Яғни сүттің жартысын қосамыз, одан кейін ұнның жартысын қосамыз, електен өткізіп, қайта сүттің жартысын қосып, ұнды қосамыз. Сонымен бізде мынандай сұйық қоймалжың масса шығады. Арнайы силиконды ыдыстарға жаңағы 2 үлкен қасықтан толтырып кекстерімізді құйып аламыз. Осындай қою қоймалжың масса болу қажет. Духовкамызды қыздырып қоямыз. 180 Цельсий градуста 25-30 минуттай піседі. Міне бізде 12 штук шықты кексімізден. Осындай болып пісіп шықты. Піскенін осындай шпажканың көмегімен тексеріп аламыз. Егер шпажкамыз құрғақ болса, демек пісті деген сөз. Осындай жұп-жұмсақ әрі дәмді осындай кекстеріміз шығады. Мінекей, үшін бөлген кезде балалардың сүйіп жейтін тағамы. Дайындап көрсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.